Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай гүл манты рецептісін мен бөліскім келіп отыр. Менің каналымнан алыстамай, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біздің гүл мантымыздың қамырын дайындап аламыз. Қамырын осылай иліктен жақсылап өткізіп, үстіне тұз салып, суын былшылдатып құя бермеңіздер. Оны ақырындап суын мөлшеріне қарап құямыз. Қамырын тым қатты жұмсақ емес, тым қатты емес қылып жасап дайындап аламыз. Ыдысты илеу қиын болып кеткен екен. Осылай қазіргі современный, заманауи шыққан сыпырамды жайып жіберіп, соның үстіне осылай илеп алдым жақсылап. Қамырдың жақсылап июін қандырып, оны қайтадан сол ыдыстың ішіне салып, бетін жауып қойып қойдым. Гүл мантыға мен мұнда фарш, кішкене картоп және де пияз қостым. Пиязды мен міндетті түрде блендерден езіп алдым. Өйткені біздің отбасымызда ол пияздың кіртілдеп жүрген мүлдем ұнатпайды. Сол үшін блендерден өткізіп, оны мүлдем мантының ішіне көрінбейтіндей қылып, дәмі білінбейтіндей қылып езіп алдым. Үстінен қалауым бойынша тұз бен бұрыш салдым. Сіздер қалаған дәмдеушілеріңізді қоссаңыздар болады. Міне мен мұнда қамырды жұқа қылып жайып алдым. Оның жаюдың жолын видеоға түсірмей қойдым. Сосын осылай ұзындап бір кестім. Сосын ортасынан тағы да 2 рет кесіп алдым. Маған осылай түйген өте ыңғайлы болды. Сол үшін де мен осылай 3-тен 3-ке бөліп алдым. Қамырларыңызға қарай осылай бөлшектеп кессеңіздер болады. Маған бұл өзіме ыңғайлы және де кішкентай ғана болып шықты. Кейіннен осылай фарштарды салып, оны жақсылап жан-жағын бекітіп, фарштарымыз шығып кетпес үшін кейіннен үстінен осылай орап гүл мантыны жасап алдым. Бұл өте әдемі көрінеді екен. Мінекей осы гүл мантыларды 45 минуттай мантоваркада пісіріп алдым. Олар өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Сіздер жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.